Сәлеметсіздер ме? Мен Ораз Нұрдәулет Жанарханұлы. Металлардың және қорытпалардың құрылысы, қасиеттері туралы негізгі мәліметтерді және сынау тәсілдері. Қара және түсті металдар. Металдар мен металдың жылуттары бар. Электр тоғын және жылуды жақсы өткізетін, сонымен қатар соғуға, балқытып пісіруге болатын немесе мөлдір заттарды айтады. Әдетте металдар практикада таза түрінде емес, көбінесе қорытпа түрінде пайдаланылады. Барлық металдар мен қорытпалар жалпы қара металдар және түсті металдар болып екі топқа бөлінеді. Қара металдарға темір және негізінде темір металды бар қорытпалар жатады. Қара металдар темір ақ түсті, жылтыр түрі бар, кесу және кесу тәсілдерінің оңай өнуіне болатын металл. Оның тығыздығы 7,18 грамм сантиметр. Балқу температурасы темір таза күйінде беріктегі кем мош металл, сондықтан көбінесе практикада қорытпа түрінде пайдаланады. Бұл қорытпа темір мен көмірдің қосындылары, олар болат пен шойын металы. Болат құрамында 2,14% көміртегі және басқа элементтері бар. Қорытпа металдығы болат металдың өндірісте қолданылу ретінде сапасына, маркасына анықтайтын құрамына және тағы басқа сипаттамасына қарай әртүрлі басқа топқа бөлінуге болады. Мысалы, конструкторлық легірленген көміртекті, арнайы мақсатқа арналған көміртекті, қалыпты сапалы ерекше тағы басқа болатын. жер қойнауына көп таған металдарының бірі темір металды. Сондықтан қазіргі кезде темір қорытпаларын пайдаланылмайтын бірде-бір өнеркәсіп жоқ деп айтуға болады. Шойын құрамына көміртегінің мөлшері 2,10 артық болатын темір қорытпалары шойын өте мұрт, болаттан қатты созылмағандықтан ерекшеленетін және омыртқыш металл болып келеді. Шойынды созу, кесу тәсілдерімен өңдеу және қиын. Сол себептен шойыннан жасалған бұйымдар әдетте құйма әдістерімен алынады. Шойынның тығыздығы 7,18 сантиметр. Шойын кристалдары арасындағы көміртегінің шоғырланған ерітіндісіне оларға қосымша кернеу тығызы шойын металдарының қаттылығымен арттырады. Мұндағы ерітінді көміртек шойында көміртек мөлшері темір мен көмірдің химиялық қосындысы темнет және постграфит түрінде болады. Егер шойынның құрамындағы көміртек постграфит түрінде кристаллында, оны сұр шойын деп атайды. Себебі оның омырылып сынған жері сұр болады. Сұр шойында белгіленген СЧ10, СЧ15, СЧ25, СЧ40 және басқа. Егер де шойынның құрамында көміртегі темитет түрінде қалыптасса, оны ақ шойын деп атайды. Себебі омырылып сынған жері ақ болады. Ақ шойын сұр шойынға қарағанда қатты келеді, өйткені темитет құрылысшының қаттылығы жоғары. Ақ шойындар мұрт омырылып болады, сондықтан олар машина жасау өнеркәсіптеріне өте аз пайдаланады. Өнеркәсіптерде жиі кездесетін сұр шойынның бірі түрі беріктігі жоры шойын. Оған қосымша жаттар, методикалар қосады. Ол қосымша заттар шойынның құрылымын пайдаланып жұмыр домалақ шар сияқты түрде айналдырады. Қосылған қосымша заттар әсіресе құрыла майда түйіршіктелінген қалыптасқан. Бұл шойынның беріктігі басқа мақсатты шойындармен салыстырғанда өте жоғары болады. Модификация және жоғары шойынды былай белгіленеді. Шойындардың төртінші түрі созылғыш шойын. Ол созымдылығы артық қызулық өндеуге ықтимал шойын. Созылған шойынды алу үшін ақ шойындықты белгіледі. Технологиялық әріптестің қызулық өндеудің өткізеді. Қызулық өндеу процестер кезінде ақ шойын құрамындағы темірдің карбиді темитет болып жапалық үлпек қаттыр тәріздес түрінде қалыптасады. Ұзындығының әлдеқайда үлкен қысқа келеді. Қызулық өндеу арқысы алынған созылғыш шойынның беріктігі сұр шойындармен беріктігі жоғары. Модификация шайындықтардың механикалық қасиеттерінің аралығында орналасады. Созылғыш шойындарды былай белгілейді. Созылғыш сұр беріктігі жоғары шойындар әсіресе ауыр машина жасайтын әдетте және тағы басқа өнеркәсіптерде кеңінен қолданылады. Түсті металдар мыс, созылғыш, қақтығыш, жұмсақ, қызыл түсті металл. Балқу температурасы мыс, азот, күкірт қышқылдарында және аммиакка жақсы еріп көкшіл ерітіне түзеді. Ылғалы ауада көмір қышқылдарының әсерінен оның бетіне жазалау жұқа қабат пайда болады. Мыс металының тығыздығы
Мыс техникада өндірістерде кеңінен тараған металдардың бірі, ол жылуды және тоқтатуды жақсы өткізеді. Мысалы, мыс темірге қарағанда электр тоғын 5 мырыштан 3 вольфраммен, 12 титаннан, 34 алюминийден 15 есе азы. Сондықтан мыс металдың қазіргі кезде прибор электрикада, машина жасау және тағы басқа өндірістеріне кеңінен пайдаланылады. Алюминий жеңіл ақ күміс тәрізді металл. Оның тығызы 2,7 см, балқы температурасында 6000 градус. Таза алюминий тоқты және жылуды жақсы өткізеді. Сол суық бөлме температурасында және ыстық жоғарғы температурасында күйіне қысудың жақсы өңделеді. Алюминий мыстан 3 есе, темірден 2 есе жеңіл металл. Алюминийдің металлын мүлде соқтықпайды деуге болады. Алюминийді басқа металлмен қосып әртүрлі қосылулар алады. Қазіргі кезде көп тараған қосылулар алюминий мен керамиддің қосындысында. Дюралюминий күрдесі қорытпа алюминий мен магний, темір, кремний және мыс металдарының қосындысы. Қаттылығы силурдың қосындысымен анағұрлым жоғары. Қазіргі кезде алюминий металлын қолданбайтын өнеркәсіп жоқ, әсіресе авиация, автомобиль өнеркәсіптеріне көп пайдаланады. Магний жеңіл созылғыш ақ күміс тәрізді металл, оның тығыздығы 1,74 см, биіктігі төмен осып металл, балқу температурасы 6500. Ол алюминий 1-ден титан 2 есе, темірден 5 есе жеңіл металл. Магний металлардың әртүрлі жеңіл қорытпаларының жоғарғы беріктігі шойын, сондай-ақ фенотитан, уран металлдарының сонымен қатар басқа да конструкцияларын металдар алуда жиі қолданылады. Таза магний отта жанады. Мысалы, оны кезген кезде ұзақ магний жанғалы өздігінен жануы мүмкін. Сол себепті магний металл өртегіш тез жанатын бұйымдар жасауға, әскери өндірісте жиі пайдаланады. Сонымен қатар магний қорытпалары авиация өнеркәсібіне, реактивті поршынды металдар жасауға, ракета техникасын, баллистикалық ракета және электроника ақпарат жасауға, автомобиль өнеркәсіптеріне, двигательдердің бөлшектерін қолданылады. Сонымен қатар станок жасау өнеркәсіптеріне, фрез станоктардың бұзылуы бөлшектерін жасауға және әртүрлі оптика бұйымдарын жасауға кеңінен пайдаланылады. Титан ақ күміс тәрізді жарқырағыш, көктем қиын балқитын металл. Оның тығызы 4,15 грамм сантиметр, балқу температурасы 16900 градус. Көміртегімен аса қатты карбид түзеді. Титанға басқа қоспа. Титанға оның беріктігі, қаталығы бірнеше есе арттырады. Титан металы химия өнеркәсібінде тығыздығы аз, беріктігі жоғары. Коррозион тізімі әртүрлі қорытындылар алуда және ұшақ пен ракета жасау өнеркәсіптеріне түрлі мақсатта қолданылады. Кадмий майысқақ созылғыш жұмсақ күміс түсті ақ металл, оның тығыздығы 8,85 см, балқу температурасы 31000. Кемеде металлның буы және тұздығы ұлы болып келеді. Сол себептен технологиялық процестерде техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Кадмий қышқылдары нашар еріп, ал сілтілерді, тіпті мырыш металлына қарағанда кадмий беріктігі жоғары. Кадмий металы көбіне пароход шаруалығына мен жасау өнеркәсібінде де әртүрлі конструкциялық металдарды коррозиядан қорғап, олардың төзімділігін, едеуін арттыру үшін жиі қолданылады. Біресе жеңіл ақ түсті металл, тығыздығы, балқу температурасы бірлердің тығыздығы аз болса да, оның беріктігі титан металдарының қорытпалары беріктігін айтарлықтай жоғары. Бері металды коррозияға төзімді болғандықтан ракета құрылысы, ядролық технология, авиация өнеркәсіптеріне кеңінен қолданылады. Хром, жылтыр шыны кіретін ақ металл, балқу температурасы 1020, тығыздығы. Хром металл қышқылдар ертетін, онынша әсер етпейді, ылғалы және құрғақ ауада тотықпайды. Хром металлының ең алдымен металл өндіретін өнеркәсіптердің ыстыққа төзіміне болады. Алу процестерінің негізгі тегірлену элементтердің бірі болып саналады. Сонымен бірге әртүрлі ұйымдастарды коррозионды қорғау қаптығызын жасауы пайдаланылады. Мысалы, хром металы жалатылатын бұйымдардың төзімділігі сыртқы жылтырып, сәнділігі айнымалылығын арттырады. Сондықтан хром металы жалатылған бұйымдарды пайдаланатын уақыты едәуір ұзартады. Хром әртүрлі өнеркәсіптерде ақпараттардың және медициналық пробалардың өлшеуіш кеспіш құралдарының және тағы басқа үй тұрмысына қолданылатын бұйымдарда коррозияға төзімділігіне әлде қайда арттыру және оларға сәнділік қасиет беру үшін қолданылады.
вольфрам, ақ түс тәрізді ең ауыр салмақты металдардың бірі. Балқу температурасы, тығыздығы, ыстыққа өте төзімді, оның реңі платина металлина ұқсайды. Вольфрам көбінесе күрделі түзілдер қалпына магнис, кальций немесе темір толықтан арналас болады. Олардың табиғатта ең көп кездесетін түрі вольфрат минералды, ол қаттылығы өте жоғары, жылтыраулық қоңыр түсті металл. Вольфрам металл радиоэлектроника және электроникаға дельфтер, сонымен қатар әртүрлі төзімге, қаттылығы және ыстыққа бөлінеді. Анағұрлым жоғары қорытындыларды дайын үшін пайдаланады. Молибден, жылтыр, сұр, күміс тәрізді қиын балқитын металл, тығыздығы 10,2 грамм, салық температурасы 26,100 градус. Қазір кезде мобильдің болатын металл радиоэлектронның электр жарық пробирларын жасау және горизонға берік қорытпалар дайындау үшін кеңінен қолданылады. Ванадий, жылтыр, сұр металл, балқу температурасы, тығыздығы 6,1 см. Ванадий көбінесе темір, мыс, мырыш, титан, уран кеңдеріне кездеседі. Ал таза түрінде кездесетін ванадий тотығын химиялық реакцияларда тотылатын ретінде және қымбат платина металлының орнына қолданылады. Ванадий қара металдар өндірісін өнеркәсіптерінде түрі легіртті болатын, металлдың төзімділігі жоғары, қажымайтын және автомобильдер өндірісі, мотор, цилиндр жасау және сонымен қатар тез кешкіс аспаптар дайындауға пайдаланылады. Күміс, созылғыш, жылтыр, жақсы тапталығы, өте жұмсақ түсті металл, тығыздығы, балқу температурасы 960 градус. Күміс металы өте жылтыр болғанымен құрғақ ауада күкірт сутегі әсерінен күңгірт тартады. Ол жылуды және электр тоғын жақсы өткізеді. Бұл тұз қышқылы мен сілтеге ермейді, бірақ күміс металы күкірт қышқылдарының еруі бір шама қиын болса да, ал азот қышқылдарының айтарлықтай жақсы ериді. Қазіргі кезде күміс металы ең көп алдымен зергерлік бұйымдарда дайындалуға және радиоэлектроника, электротехника өнеркәсіптерінде кеңінен қолданылады. Алтын, созылғыш, жақсы қалыптасқан жұмсақ сары түсті металл, тығыздығы, балқу температурасы, алтын горизонға өте төзімді. Сәнді металл алдындағы металы зергерлік бұйымдар жасауға, дәл өлшейтін приборлар өндірісіне және әртүрлі бағалы қорытпалар оны қолданылады. Металлдардың атом кристалдық құрылысы қазіргі белгілі 106 элементтердің тең жартысы металдар болып саналады. Менделеевтің периодтық жүйесінде олар сол жақта орналасқан қатты және жартылас сұйық түрінде металл қасиеттері көп не болмаса аздап белгіленеді. Жылтыр электр өткізгіш қасиеттері жоғары, созылып жанғыш, өңдеуде икемді, жылтыр қатты заттар деформацияланады. Металлдардың қасиеттері олардың құрылыс ерекшелігі мен атомдағы электрондардың қозғалуы, атом, ион, молекулалардың кеңістігіне орналасуының өлшем, пішін, кристалдану сипаттамасын белгіленеді. Атом құрылысы, атомдар оң зарядталған ядродан тұрады. Анықталған патрондардан және нейтрон сандарынан және оның айналысына айналған қарсы зарядталған электрондар үлкен жылдамдықпен жылжиды. Атомдағы электрондар саны оның заряд ядросының теңбе-тең, сондықтан атом электронейдрі және Менделеев периодтық кестесіне реттік сан бойынша келіседі. Металдың кристалдық құрылысы, барлық металдар және олардың қорытпалары, кристалды дене, атомдар, иондар, кеңестік кристалдарды, торда заңда орналасқан кеңестіктерде металл атомдары, геометриялық дұрыс орналасқан ішкі электродарын қатысады. Атом кристалл құрылымы металдың ең аз кенімі сипаттайды. Оны кристалдың электрондық ұяшығы дейді. 1860 жылы Орыс кристалдығы, Федоров кристалды денелер атомдардың кеңістігі белгілі бір заңдылық бойынша орналастырады туралы пікір айтады. Кейіннен бұл пікір рентген сәулетінің жәрдемдеген тәжірибе жүзіндегі дәлелденеді. Кристалды денелердің атомдары, иондары кеңістік торлардың түйіншігінде белгілі бір заңдылық бойынша орналасатын үздіксіз тәрбиелі қозғалысқа болады. Атомдарды, иондарды белгілі тәртіптен орналасқан заттарды әр уақытта кеңістік орналастырады. Қайталанып отыратын атомдардың ең аз жиынтығын кристалдық элементтер торы немесе кеңістік торы деп атайды. Кристалды тор әртүрлі болады. Ең көп кездесетін үш түрлі болады. Көлеміндегі орталығынан куб торы, жақтан орталық куб торы, гексоникалды тығыз орналасқан
көлемдік орталықтан куб тор атомдар кубтардың жоғарғы және кубтардың ортасында орналасқан. Әр бұрыштағы атомдар көрші болып тұрған 8 ұяшыққа кіреді. Сондықтан бір ұяшықта тек қана 1,8 бұрышындағы атомның жатады. Тек қана ішкі атомдардың барлығы осы ұяшыққа жатады. Көлеммен орналасқан куб торына келесі металдар ие болады. Литий, натрий, калий, хром, темір, мобильдің және басқа жақтың орналықтан куб торына атомдар кубықтың бұрышына және әр ортада қырдағы орналасқан бұл торда келесі металдар ие болады. Кальций, церий, строний, палладий, платина, родий, ирий, мыс, темір, гексоникалды тығыз орналасқан торда атомдар бұрышта және 6 қыр приздан орта табында және 3 атом орта жазылықты орналасқан. Бұл атом келесі металдарда бар. Ол магнит, титан, кадмий, осмий, рутний, мырыш, кобальт, бериллий, талий, циркон элементтерінің ұяшығында орналасқан. Атомдардың жақын аралығында тордың периодта дейді. Тордың периодты өлшеуі металдардың топ периоды 1,1-0,7 хем аралығында болады. Бір элементтің ұяшығында көлемдік орталығының куб торда 2 атом болады. Бір атом кубының орталығында кубықтың жоғарғы орналасқан бір атомы атом негізделеді. Бір электрик ұяшықта жақтық орналасқан куб торда 4 атом кездеседі. Оның ішінде кубтың жоғары жағында орналасқан бір атомда енгізеді. Ал ортада орналасқан құру 3 атомдар атом негізінде бір электрон ұяшығында жақта орналасқан куб торында 4 атом, оның ішінде бір атом негізінде жоғары куб орналасқан және 3 атомды негізі ортасында орналасқан. Өйткені олар әрі 2 кристалды торға және бір элементті ұяшықта гексоникалық тығыз орналасқан торда 6 атом. Көлемдік орталығынан куб, жақтығы орталығынан куб, гексоникалық тығыз орналасқан тор, металдардың кристалдық торлары. Кристалдық тордың тығыздығы көлемі атомдармен орналасқан және шар ретінде қарастырылған координация санымен сипатталады. Ол негізімен атом саны тең және ең аз аралықта бір атом координациялық саны жоғары болса да атом тығыздығы жоғары болады. Көлемдік орналықтан куб тордың координациялық саны 12 атомның 12 жағынан көршісі бар. Тығыз орналасқан торда 12 координациялық саны бар. Жақтың орталығында куб торы және гексоникалық тығыз орналасқан торда ең тығыз топ деп саналады. Олардың толтыру коэффициенті 74%. Кристалдық тордағы атомдардың ара қашықтығына өте жақын болғандықтан олардың орналасуын, яғни кристалдық тордың түрін, типін, реттеу структура анализ бойынша анықтайды. Кристалды торды сипаттайтын мынадай негізгі шамалар бар. Топ параметр немесе периодты базисі, координациялық саны, жинақтығын коэффициенті, тордың параметрі деп оның жақын жатқан 2 атомның арасында қашықтығы атайды. Топ параметрі периодты өлшенеді. Әрбір қарапайым торға тиісті атом санының тордың базасы деп атайды. Мысалы, көлемге центрлінген куб торының базисі, себебі тордың ортасында бір атом орналасқан және кубтың төбесіндегі әрбір 8 атом басқа сыбайлас 8 торға қатысады. Берілген атомға ең жақын орналасқан атомдар саны тордың координациялық саны деп аталады. Бұл шама тор атомдардың өзара байланыстарын сипаттайды. Көлемге центрлінген куб тордың координациялық саны 8, қабырғаға центрленген куб төрдегі 12 тордағы атомның көлемін жалпы тор көлеміне қатынайтын тордың жаналық коэффициентін деп атайды. Жинақтылық коэффициентіне топ атомдарының орналасу тығыздығының сипаттайды. Кристалды денелердің физика-химиялық қасиеттері олардың кристалдарының жазықтылығын бағынаты байланысты түрде өзгереді. Себебі кристалдарды денелерде кез келген бағытта жазықтылық пен қисық көлдердің қимылдағы атомдар саны әртүрлі болады. Заттың физика-химиялық қасиеті атомдар саны байланысы, яғни сан сапаға ауысады. Денелердің атомдарда ретсіз орналасқан кез келген бағытта қиылған жазықтықтарға келетін атомдар саны бірдей болғандықтан олардың физика-химиялық қасиеттері барлық бағытта бірдей, яғни изотроп болады. Металлардың кристалдағы қатты заттар кристалдық құрылысына байланысты. Металдар металл емес аморфты заттары болып екіге бөлінеді.
Металдар мен металл қорытпаларының электр жылу өткізгіштік пластикалық қасиеттері жоғары, олардың қатты күйде кристалл торларынан құралады. Кристалдар торларда белгілі заңдылықпен орналасқан атомдардың құралады. Атом электрлары металда газ молекулалары сияқты тәріздес қозғалысқа болады. Металл электрондары атомдар әлсіз байланысқандықтан олардың жылу электр өткізгіштігі қасиеттері мен пластикалық қасиеттері жоғары болады. Кристалл денелердің қатты күйден сұйық күйге немесе сұйық күйден қатты күйге өту белгілі бір тұрақты температурада болады. Таза металл участогінде біріне суынан Б.Е. учаскінде біраз уақытта тұрады. Температурада болады. Бұл участке металдық температура Б.Е. нүктесінде сәйкес Б.А. температурасына жеткендіктен металдың кристалдану процесі басталады. Суыну графиктері А. Таза металдар Б. Қорытындыларының үшін автоматты денелер үшін металл толық кристалданып болғанша Б.Е. участогіндегі орын температурасы өзгермейді. Өйткені кристалдану процесінде кристалл торларға бұзуға жұмсалған жылу жасырын балқу жылуды түрінен металдарын бөліп, оның температурасын тұрақты жағдайда ұстайды. Металл сұйық күйден толық қатты күйге айналып болған соң температурада К.С. сызығы бойынша бір қалыпта төмендейді. Қорытпалардың суыну процесі 2Б суретінде көрсетілген қорытпалардың кристалдану тұрақты температурасы емес, белгілі температура аралығында жүреді. Кристалдану процесінің басталуына сәйкес температураны кристалдану процесінің бастапқы температурасы, ал кристалдану процесінің аяқталуына сәйкес температураны кристалдану процесінде соңғы температурасы Т.С. деп атайды. Аморфты денелердің бір күйден екінші күйге өтуінің белгілі температурасы болмайды. Сонымен таза металл мен қорытпалардың суыну немесе қыздыру графигінде температура аялдамасы болады. Участоктері металдар мен қорытпалардың кристалдану теориясы Д.И. Менделеев таблицасындағы элементтердің 4/5 бөлігі металдар мен бұлардың барлығы жер қойнауынан алынады. Қоғам игілігінде үшін жер қойнауынан техника мен өндіріске өте қажет металдар және органикалық заттар мен металдар өндірісі. Осы игіліктің ішінде металдар ерекше орын алады. Металдар тек таза түрінде емес, әртүрлі қорытпалардың түрінде деп пайдаланылады. Себебі қорытпалардың таза металдардағы қарағанда техникалық және технологиялық қасиеттерді әлде қайда жоғары болып келеді. Бүгінгі кезде өндіріс пен техникада 12 мыңнан астам қорытпалар пайдаланады. Қорытпалар деп жеке химиялық элементтер темір, қырыш, суырым, алтын, күміс, тағы басқа олардың бірнеше металдар немесе металдар мен металл емес элементтерінің қосылыстарының құрылған күрделі заттарға айтады. Металдардың сұйық күйден қатты күйге өту процесі кристалдану процесі деп атайды. Орыс ғалымы Чернов Д.К. 1878 жылы балқытылған металдардың кристалдану процесіндегі негізгі ерекшеліктерін ашты. Ол металл құймаларының ішкі құрылысына біркелкі болмай түйіршіктегі болатын және ол түйіршіктелген кристалдану жағдайда байланысты әртүрлі форма мен мөлшерлерде ірілі уақытты бөліп келетін анықты. Чернов кристалдану процесін екі кезеңде бөледі. Кристалдану орталығынан пайда болуы, кристалдану орталығының кристалдардың жаны жақты тарауы. Табиғатта өздігінен жүретін барлық процестер системаның бос энергиясының кему жағынан қарай жүреді. Өйткені бос энергия қоры аз болғандықтан системаның жаңа күйі тұрақталады деп есептейді. Сұйық күйден қатты күйге өткенде металдың бос энергиясы кемиді. Кристалдану процесінде теория жүзінде анықталған температура мен нақты температураның айырмасы металдың суыну дәрежесі байланысты болады. Әдетте қалыптың ішкі беті мен металл емес қоспалар металл орталығының кристалдануы мүмкін береді. Кристалдық түзілістердің формасы жоғарыда металл белгілі геометриялық формасы бар. Кристалдық торлар жиынтығының тұратындығына көрдік. Егер металл дұрыс формалы кристалдық торлардың тұрса, олардың сынығының дұрыс формасы кристалдарды керер едік. Шынында металл сынындағы дұрыс формалары кристалдық торлар оңында кез келген формалы металл түйіршкен кризистерін көреміз.
Кристаллиттер дегенimiz дұрыс формалы кристалдану процесінде кристалдану орталығы бір жерде емес, балқыған металдың көп жерінде пайда болады. Кристалдану орталықтарынан кристалдан тарылып, бір-біріне тірелген кезде сығылып формасы өзгереді. Кристалл формасы тарамдалған ағаш бұтақтары сияқты болып келуі де мүмкін. Сондай кристалдар денттер деп аталады. Дентрон ағаш деген грек сөзінен шыққан. Металдар аллотропиясы әдетте кейбір металдарға ФСН тағы басқа қатты күйінде әртүрлі температурада аралықтарына түрлі кристалдардың торлар тән және металдардың бірнеше түрлі кристалдық торға ие болуы немесе аллотропия деп саналады. Суын процесінде температура белгілі өту температурасына жеткендіктен кейін металл өзіне бір методикасының екіншісі етеді. Темір қалайда марганит, кобальт, титан сияқты элементтердің кристалдық торларының өзгеру түрі қатаю температурасының төмен температураға дейін суынатын кейін жүреді. Одоппірінген түр өзгеріс қатты күйде жүретіндіктен оны металдың екінші рет кристалдану деп атайды. Элементтердің түрі өзгерістері гректің А5 сияқты әріптермен белгіленген. Темір элементінің түр өзгерістерінің қарастыру көбейіп, темір өзінің балқы температурасына 1539 градус төмен 2,30 А-ға тең көлемде центрінің клуб торынан. Темірдің түр өзгерістері туралы 1410 градус температурадан төмен дельфа темір параметрі қабырғаға центрген клуб торлы гамма темірге өзгереді. 910 градус температура гамма параметрі көлемге центрленген клуб торлы бета темірге өзгереді. Ал 910 градус температурадан бірақ 768 градус температураға бета темірінен периодты шамалы өзгеріп параметрді 2,188% альфа темірге айналады. Магниттік қасиеті жоқ медофиткасын дейміз. Металға магнит қасиет тудырын температурасы Кюри нүктесі деп атайды. Темір үшін Кюри нүктесі металдың магниттік қасиеттерінің өзгеретін айырмасы мынадай. Кристалдық тордың түрі тип өзгермейді. Гистерезис құбылысы байқалмайды. Өзгеріс секірмелері түрде емес, бір қалыпты түрде. Металдың кейбір техникалық қасиеттері өзгермейді. Металдардың өзгерісте кристалдық тордың, ал магниттік өзгерісте атом электрлары күйінің өздігінен байланысты. Металдар мен қорытпаларды сынау және зерттеу әдістері металдардың физикалық, механикалық, химиялық, технологиялық және қасиеттері болады. Физикалық қасиеттері металдың физикалық қасиеттеріне түсті. Тығыздығы, балқу температурасы, жылу өткізгіштігі, көлемде ұлғаю, магниттік қасиеті жатады. Қорытпалардың физикалық қасиеттері олардың құрамы мен құрылысына байланысты болады. Механикалық қасиеттері, механикалық қасиеттерге беріктік, созылғыштық, серпімділік жатады. Беріктің қатты дененің статикалық немесе динамикалық күштер түсіндегі қирамай қарсылық көрсету қабілеті, беріктігі, созу, ию және бұрау сияқты статистикалық күштер түрі анықтайды. Динамикалық және түскені беріктің соғу тұтқыштығымен анықталады. Мұнда үлгілі қиратуда жұмсалған жұмыс, үлгілі Ф үлгінің тілінен ауданғанда М2 созылғыштығының металдарының керамик формасы мен мөлшерінің өзгеру қабілеті ол материалдың өздігінен салыстырмалы ұзатуын процесін көрсетеді. Мұндағы бірінші үлгінің үзілген кейіндегі ұзындығы 10 үлгінің бастапқы ұзындығы м серпімді металының күш түскендер өз пішінін өзгертіп күш қайтқан бұрынға қалпына келтіру қабілеті. Химиялық қасиеттерді металдың химиялық қасиеттеріне оның сыртқы ортадағы қышқыл, сілті, су, ылғал, ауа, газ, жоғары температура демек қарсы беріктегі жатады. Барлық металдар әртүрлі ортада бірдей тізімдік көрсетпейді. Мысалы, көзқарас қалыппен жоғары бекеме көрсететін темір мен мыс сондай төзімге емес. Алтын мен платина суда жоғары төзімділік көрсетсе, темір, кальцит және магний суда тот басады. Техникалық қасиеттер металдардың технологиялық қасиеттеріне оның түрлері, әдістері мен өңдеулік қабілеттері жатады. Металл өңдеу
станоктарындағы соғы пісіру және сұйық ағымы, мысалы соғы штамптаты әдістігімен тек болатын және түрлі қоспалы өңдеуге болады. Сұйық ағымы қасиетін құю өндірісіне болатқа қарағанда шойын көбірек иемденеді. Металл өңдеу станоктарында болат пен шойын кесу аспаптарының металдарына байланысты өңделеді. Болаттарды шойындағы вольфрам қатты қорытпалы карбидпен өңдейді. Эксплуаттық қасиеттері олардың қатарына металдар мен қорытпалардың төмендегі және жоғарғы температурадағы радиусы жоғары жағдайда жұмыс атқару қабілеті жатады. Қайсы бір механизм немесе машина байланысын оның жұмыс режимі бұзылмаса, қажетті май су жұмыс ретімен белгісі, онда оның эксплуаттық қасиеті төмендейді. Металдардың эксплуаттық қасиеттерінің арттырудың ең маңызды шарасы ретінде конструкторлық шешім дұрыс болып қолданылатын материалдардың сапасы оның жұмыс жағдайда сәйкес болуға қажет. Қасиет қатарына мыналар жатады: тот баспау, суыққа және ыстыққа төзімділікке, ыстыққа беріктігін, антификация, металл мен қорытпалардың механикалық, физикалық, технологиялық әдістері, машина бөлшектері түрлі жағдайда жұмыс істейтіндіктен сол жағдайда шыдап ұзақ уақыт қызмет ететін бөлшектердің материалдарын таңдап ала білу қажет. Сондықтан металдар мен қорытпалар белгілі сынау мен зерттеулердің өте таза металдық өзіне тән физика, механикалық қасиеттері болады. Ал қорытпалардың бұл қасиеттері олардың химиялық құрамына байланысты. Химиялық құрамы біртектес. Қорытпалардың қасиеттері олардың ішкі құрылысы мен өңдеу, химиялық өңдеу қысымы мен өңдеу тағы басқа әдістеріне байланысты болып келеді. Металдар мен қорытпалардың қасиеттерін анықтау үшін олардың механикалық, физикалық, технологиялық әдістемелері мен сынап құрылысына анализ жасайды. Металдарды сынаудың механикалық әдістеріне металдардың жасалған бөлшектер мен конструкторлардың жұмыс процесі кезінде сынып майысып қалмауы үшін алдын ала сынып олардың беріктігін, механикалық қасиеттерін анықтайды. Металдардың механикалық қасиеттерді тәжірибе жүзінде анықтауы сынаушы машиналардың жәрдемімен анықталады. Сынаудың механикалық әдісінде металға статистикалық, динамикалық және айымды күш түсірілуі мүмкін. Металға әсер еткен күштің шамасы тұрақты мөлшерлерде немесе бай өсетін болса сынау статистикалық сынау деп, жылдам өсетін болса динамикалық сынау деп, ал металға түсірілген күш шама және бағыт жағынан өзгеріп тұрса сынау айнымалы күшпен сынау және аталады. Механикалық сынау әдісіне металл созу, сығу, ию, соғу, қажалау арқылы сыналады. Металдардың сығу арқылы сынаудың бұл әдістің саналатын металдың белгілі өлшем бойынша формалы үлгілі алып, оны орнын перестен қысады. Шығу арқылы металдың пластикалық қасиетін салыстырмалы қысқарту және ұлғаю коэффициенттерін анықтайды. Үлгілі биіктігінің абсолют өзгеру шамасының бастапқы биіктігіне қатынасын 0% бен анықталған оның салыстырмалы қысқарту коэффициенті деп атайды. Мұндағы H үлгінің сынауы дейтін биіктігі, H үлгінің сынауын кейінгі биіктігі үлгінің көлденең қимасы ауданынан абсолют өзгерісінің бастапқы қолданатын қимасы ауданының қатынасы пайызбен алынған оның салыстырмалы ұлғаю коэффициенттері деп атайды. Мұндағы S үлгінің сынауы дейтін көлденең қимасының ауданы, S үлгінің сынаудан кейінгі қолданатын қимасының ауданы. Металдық ию арқылы сынау қолданудың бұл әдістері металдардың көлденең қимасының ауданы дөңгелек немесе төртбұрышты болып келген үлгілі екі төртеуіштің ортасында қойып, оған біртіндеп бояу өсіріп отыратын күш түсіру арқылы оның иілуге мен ең жоғарғы иілу биіктігін анықтайды. Металдардың сығу арқылы сынау бұл әдістен металдардың беріктігі мен әртүрлі температурадағы мұрттық қасиетін анықтайды. Соғу арқылы сынау үшін кертілген көлденең қимасына формасына квадрат немесе тік төртбұрыш болып белгіленген мөлшемдегі үлгілі кәсіп алады. Металдардың динамикалық күшке беріктік қасиеті оның тұтқыштығы мен сипаттылығы үлгілі сындыруды істелінген жұмыс кернеу аймағында үлгісі көлденең қимасы аудандағы металдың соққы тұтқыштығы деп атайды. Металды қажеттеу арқылы сынау металдардың шамасы беріктік шегінен төмен бағытады. Айнымалы күштен әсіресе бөлінуден оның, ал металдардың осы күшке қарсы
кедерінен оны төзімді деп атайды. Металдардың қажеттілік қасиетінің анықтау үшін одан цилиндр формасы үлгілі кәсіп алып, оны арнауда машинаға бекітіп, үлгілі жылдамдықпен айналуы арқылы үлгіге айналатын күш түсіреді. Түсірілген айналымы күштің салыстырмаған үлгілі белгілі айналыстан соң санады. Қажып сынған үлгінің көлденең қимасының шеткі аймағы тегіс, ал орта аймағы кедір. Бұл сынау процесінде айнымалы күштің әсерінен үлгілі бетінен осал жерінде алғаш зат пайда болған, ол біртіндеп ұлғайып ақырында үлгілі сынады. Егер болатын үргісі процесіне айналған күштердің 50 миллион әсеріне шыдаса, болат сынға шыдады деп есептеледі. Алюминий және оның қорытындылар 20 миллион секундына дейтін сынады. Металдың технологиялық қасиеттеріне анықтау металдың ыстық және суық күйдегі деформация қасиеттері технологиялық сынау әдістерінен анықталады. Технологиялық сынау металдардың үлгілігіне жүргізіледі. Бұл әдісте сыналған үлгінің бетін күйіне байланысты металдың технологиялық қасиеттеріне белгілі баға береді. Технологиялық сынаудың нәтижесінде металды белгілі әдістер өңдеуге немесе одан қандай да бір бөлшек жасауға жарайтындығын немесе жарамайтындығын анықтайды. Егер сынаудан өткен үлгінің бетінде жарық, сынық кемшіліктер болмаса немесе болған күнде олар мемлекеттік стандарт анықталған шектен шықпаса, онда үлгілі сынаудан өтті деп есептелінеді. Металдың технологиялық қасиеттерін анықтау үшін оларға сығу, ию, отырғызу, жалпайтын, майыстыру, спираль өтіп орау түрінде байланысты болатын маркасын анықтау тағы басқа әдістемелерді сынайды. Металл табағынан суық күйде және созылғыштық қасиеттерін анықтау үшін сол металдардың үлгілі кәсіп алып, оны арнауы приборлардың нәтижесінде металл деформациясын анда айып пайда болады. Айшықты бірнеше сызат пайда болғандықтан үлгіні сыға береді. Металды белгілі өлшемде Пуансон және матрица арқылы сыққанда пайда болған бірнеше сызатқа сәйкес айшылықтан биіктігіне қарай оның созылғыштық қасиеттерінің көру арқылы сынау әдісіне тоғыстырып, пісірілген металды екі тіркеудің қойып ортасына белгілі күш түсіреді. Түсірілген күштің әсерінен үлгілі майыс пісіру жапсырған сызатын пайда болады. Пісіру жапсырудың игілік қасиетті бірге сызатқа сәйкес иілу бұздың шамасына қарай анықталады. Металдың суық күйдегі отырғыштығының сынау үшін белгілі өлшеммен одан үлгі кесіп алып, үлгіні балға немесе процеспен соғу арқылы белгілі биіктікке дейін отырғызады. Металды сусындардың бұл әдісі жасалатын металл шыбындарын сынау үшін қолданылады. Жалпайтын майыстыру әдісімен тілкеу темір табақтары мен шыбықтары сыналады. Сым темір етіп орталық сым темірдің берілген формада спираль болып орталық қасиеттерін анықтайды. Сынаудың бұл әдістемесінің диаметрі ең көп болғанда 6 мм болатын 6 мм сым темірлерін сыналады. Сынаудың бұл әдісі былайша жүргізіледі. Белгілі диаметрлі цилиндрге анықталатын сым темірді спираль етіп 5-10 рет орнайды. Егер орналасқан сым темірдің бетіне сызат болмаса, ол сынаудың өтті деп саналады. Трибуна ыстық немесе суық күйде сынау арқылы оның игілік қасиетімен анықтайды. Бұл әдіспен сыртқы диаметр 115 мм-ге дейінгі трибуналық сыналады. Сынау үшін трибунаның ұзындығын 10 диаметр 10 есе артық кетіп үлгілі кесіп алады. Үлгі ішінде құмға толтырған 90 градус бұрышқа еді. Иеленген трибунаның бүкілі аймағыны бетінде сызатын болмаса, бар болған күнінде де олардың мемлекеттік стандарт белгіленген шектілердің аспаса, онда тууға санаудан өтті деп саналады. Трибуна соғып жалпайды арқылы да санайды. Бұл әдісте трибунаның ұсынған ұзындығы сыртқы диаметрін тең етіп үлгілі кесіп оның өлшемді техникалық шартқа сәйкес өлшемдерге жеткенше балға немесе переспен соғып жалпылайды. Жалпылайтын үлгінің бетіне қарай оған баға беріледі. Сым темірден майыстырып қайта түзу арқылы оның майы суға қасиеттерін анықтайды. Бұл әдіспен диаметрі темірлер сыналады. Сынау былайша жүргізіледі. Сым темір тік бағытса қимасы минутына 50 рет болатын жиіліктің майыстырмалық қайта түзіледі. Тік күйде тұрған сым темірді болға 90% бұрышқа иіп, қайтадан бастапқы қалпына келтіру түзеді. Осыдан кейін тік қалыптағы сым темірді оңға қарай бұрышқайды. Осылайша сым темір сынғанша иіп қайта түзеді. Бір сым темірдің сынғанға дейінгі иіліп түзілу санына байланысты оның иілу
қасиеттерін баға беріледі. Металдың суындардың физикалық әдістері металдар мен қорытпаларды физикалық әдістермен сынау зерттеу арқылы олардың ішкі құралы мен өзгерістерінің, кемшіліктерінің, критикалық нүктелерін анықтайды. Металдар мен қорытпалардың физика-механикалық қасиеттері олардың ішкі құрылысында байланысты. Металдың ішкі құрылысының өзгеруіне байланысты олардың қасиеттері де өзгереді. Сондықтан металдар мен қорытпалардың ішкі құрылыс зерттеудің практикалық маңызы зор. Анализ арқылы металдардың атомдық құрылысының кристалликалық торларының түрі мен параметрлерінің фазалық құрамы мен сан алуан ішкі көміртек анықтауға болады. Рентген дефектосы арқылы түйме және пісіру жапсарлықтың әртүрлі кемістіктері анықталады. Металлофизикалық анализ макро және макроанализ болып екі түрге бөлінеді. Металдар және қорытпалардың ішкі құрылыстарына жай көзбен қарап немесе 30 есеге дейін ұлғайып қарап зерттеу әдісін макроанализ деп атайды. Макроанализмге металл бетінің үлкен аймағы зерттелетін бұл әдіс күйме түйіршіктелген ауданы мен формасының, олардың орналасқан деформацияның, металл талшықтарының бағытын, металдың химиялық біртектілік, ішкі құстар мен заттарымен анықтауға мүмкін береді. Металдардың макроструктурасы одан кесіп алынған макрофлиш немесе металдың сынығы бойынша зерттеледі. Макрофлиштен структурасының анықтау үшін оның бетін әртүрлі анықтаған химиялық реакциямен өңдейді. Металл мен қорытпалардың микроструктурасы металлофизикалық және электрондық зерттеледі. Металлофизикалық микроскоп арқылы металдың структурасының 50-ден 1000 есеге дейін ұлғая болады. Металдың зерттеу үшін биіктігі 15 мм, диаметрі 10-15 метр шамасында цилиндр немесе 10 мм клуб формалы үлгілі кәсіп алынып, оның бір беті өңделді. Әртүрлі әдістерін қолдану арқылы айна сияқты жарқырағанда өңделеді. Осылайша өңделген үлгі микроф деп анықталады. Микрошрифті микросымен зерттеу арқылы анықталатын емес графит, сульфид, тоттық тағы басқа сапасын анықтайды. Темірдің аллотропикалық өзгеріс температураларының оның көлемі немесе ұзындығының өзгеруіне, яғни кедергі мен өзгерісін электр әдісі қарап анықтауға болады. Металдардың ішкі қозғалысының өзгерісі оның магниттік қасиетінде өзгереді. Олай болса металдың магниттік қасиеттерінің өзгеруіне қарай ішінде құрылысының өзгеруіне білу болады. Бұл әдісте металдардың ішкі құрылысын зерттеудің магниттік әдісі деп атайды. Металдарды сынаудың магниттік әдісі олардың ішіндегі құрылыстар металл мен заттарды анықтады, мүмкіндік береді. Металдардың ішкі құрылысы әдісімен де зерттеледі. Бұл әдіс бойынша металл құрылымының түйіршіктелген көлемі мен ондағы қуыс сызат металл емес заттарының болуы сияқты кемістіктері анықтауға болады. Радиоактивті изотоп әдісі бойынша металдың диффузиясы мен құрылым құраушыларының орналасқан анықтайды. Бұл әдісте таңбалы атомдармен қызмет атқарады. Металдардың қаттылығының анықтау тәсілдері. Металдар мен қорытпалардың қаттылығы. Металдар мен қорытпалардың көптеген механикалық қасиеттері бар. Мысалы, беріктігі, сырттан түскен күшке шыдамдылығына, қажалығы, төзімділігі, серпімділігі, салыптастыру, ұзаттыру мен қысқартылу, деформациялық өзгеріске бейімделеді және тағы басқа қасиеттерге. Сонымен қатар конструкциялардың металдарының негізгі қасиеттерінің бірі болып, олардың қаттылығы сыналады. Қаттылық деп металдардың өзінің қаттырақ енуіне қарсылық көрсетіп айтады. Машина, прибор және басқа өнеркәсіптерде әртүрлі қондырғылар, аспаптар мен тағы басқа бұйымдар дайындалады. Металдар мен конструкциялық металдардың ең бастапқы қасиеттерінің бірі қаттылығы жөніндегі анықталған мәліметтер жиі пайдаланылады. Металдардың немесе конструкциялық металдардың қаттылық қасиеті әртүрлі әдістерін анықталады. Мысалы, Бринель, Рокфелл және Бекферс тәсілдері 4-5 Бринель тәсілі бойынша материалдық қаттылық мәні шынықтырылған болатын шәріген көп немесе аз жүк мөлшерінде басып енгізіп, сол күштің әсерінен үлгінің бетіне түскен дақтың ауданын бір-біріне перпендикуляр екі бағытта өлшеу анықталады.
Бұл тәсіл бойынша көбінесе диаметрі 10 және 2,5 мм шынылық болатын қолданылатын шарикке түсірілген күш мөлшері металдардың негізгі қасиеттері байланысты 300 кг-нан 15,16 кг-ға дейін өзгеруі мүмкін. Бринель түсірілімін анықтауға қаттылығын HB өнеркәсібін белгілік. Мұндағы F шарикке түсетін күш мөлшері R үлгілі түскен дақ шар сегментінің ауданы мына формуламен анықталады. Әдетте айшықты түріндегі есептердің гөрі үлгілі түскен дақтың диаметрінің ді өлшеу оңай, сондықтан H мен шарик диаметрі D мен дақтың диаметрі D арқылы өніктейді. Сондай шармен бекітеді. Формуласымен ал металдың қаттылығы формалардың есептілігі Рокфелл тәсілі бойынша конструкциялық металдардың қаттылығы металға диаметрі 1,59 мм шындықтаған болат шаригін немесе бұрыш 120 градус алмаздың жасалған конкурс ұштақтағы арнаулы күш салмағынан үлгі алынған және артық рет батыру арқылы анықталған жалпы күш металдар мен формалардың есептері. Мұндағы алғашқы күш мөлшері R1 анық күш мөлшері әрбір уақытта 10 кг артық R1 және жалпы күш мөлшері R шындылықталған болат шаригі металға батырланғанға болады. B шкалкасы бұрышы 120 градусқа тең алмаздан жасалған конус ұшақтағы үлгіге батырылған ақтық күш мөлшері. Сондай жалпы күш мөлшері 150 кг, 50 кг болады. Және А шкалка егер саналатын материалдардың қаттылығы және қайда жоғары болса да, Рокфелл тәсілінің көмегімен олардың қаттылығы мәнін анықтауға мүмкіндік бар. Себебі алмаздың жасалған конкурс ұштық ең қатты азат. Әдетте бұл тәсілмен анықталған қаттың өлшемін анықталады. Металдар мен конструкциялық металдардың қаттылығын анықтау кезінде ТК2М приборы жиі қолданылады. Бұл прибор жабық құйма шойын корпусқа монтаж жасалған индикаторлар бар. Рычагты тетіктен электр двигательді жетікті көтері механизм тұрады. ТК2М приборында шпин ұшаққа бекітілген шындылықтаған болатын шарикке немесе алмаз ұштығына керекті күш қуатын жеткізеді үшін ол рычагтың жүктігін немесе механизм жабдықтың мұндағы электр двигателі приборының жетігіне және бір регулюсын ішке қосып санаулы ұзақтығы белгілі тық уақытына кең айналу қозғалысына келтірілген айналу қозғалысы радиусының жүктеме рычагының шток көмегімен беріледі. Содан соң штоктың жоғарғы бөлігі рычагта ал төменгі жағы itергіште тіріліп ал алғашқы қалпымен келіседі. Әдетте саналатын металл зат сылына қойылған кейін жоғарғы көтеру немесе түсіру үшін войнт механик және жүргізгіш педаліне тұратын көтеру механизм қолданылады. Негізгі металдар мен қорытпалардың қаттылығын сынау кезінде үлгінің денесіне өрген ұштықтың тереңдігін индикаторының шкаласын анықтайды. Индикатор шкаласы 100 сызық бар. Әр сызықтың тереңдігіне көрсетеді. Индикаторда кіші және үлкен екі тілі бар. Үлкен тілі металдардың қаттылығына аз, кішісі алғашқы жүктемесінің мөлшері көрсетеді. Қаттылығы мен Рокфелл тәсілімен мынадай формулалармен анықталынады. Бойынша 1/1 H мұндағы алғашқы жүктің әсіретін саналатын үлгінің денесінің тереңде H жалпы жүктің әсерінен саналатын металдардың денесі енгізілген ұшақтың тереңдегі Рокфелл тәсілі өнеркәсіптерде кеңінен қолданылады. Себебі бұл тәсілмен жұмсақ жұқа және өте қатты материалдардың қаттылығын анықтауға толық мүмкіндік бар. Осы тәсілмен алынған мәліметтік арналған қасиет кестедегі мағлұматтарға пайдаланып басқа Бринель шкаласына аударуға болады. Викперс тәсілі бойынша металдар мен қорытпалардың қаттылығын сынау үшін тазартылған үлгінің бетіне 4 қырлы алмас периметрінің ұшы бөлігі. Алмас периметрі оның қарама-қарсы қырларының төбесіне бұрышы 136 градусқа тең болуы керек. Бұл тәсіл бойынша металдардың қаттылығы оған түсірілген күш мөлшерінің үлгіге түскен таба бетінің ауданына F қатысына тең. HPP F килограмм металдардың түсірілген күш мөлшері F4 пирамидтің үлгілі түскен таңбаның ауданы.